Дәжжалға қатысты Ахмади мұсылмандардың көзқарасы. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам, сендерге дәжжал туралы көп нәрсе айтқаным сонша, сендер айтқандарымды түсінбей, оны танымай қалама деп қорқамын деп ескерткен. Өкінішке орай, ол кісінің бұл уайымы дәлме-дәл орындалды. Көптеген мұсылмандар дәжжал туралы зор ескерту түрінде айтылған маңызды пайғамбарлықтарды дұрыс түсінбеді. Енді соларды рұқсат етсеңіздер түсіндіріп көрейін. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәжжал туралы пайғамбарлықтарды астарлы мағынада айтылған керемет мысал, терең метафора түрінде қалдырып кеткен. Біз сол мысал метафораларды Құдайдан түскен түрлі киелі кітаптардан, сондай-ақ қасиетті Құраннан көреміз. Алайда мұсылман ғұламалары дәжжалды жер бетіне ойран салатын және Иса Масихпен соңғы шайқасқа түсетін табиғаттан тыс бір көзді құбыжық ретінде сөзбе-сөз түсінген. Ахмади мұсылмандары бұған сенбейді. Шындыққа көз жеткізу үшін терең мәніне үңілу керек. Дәжжал сөзі зор өтірікші деген мағынаны білдіреді. Бұл әлем жұртшылығын Алладан алыстататын, хақ діннен, исламнан бездіретін, іс жүзінде ислам тәлімдеріне шабуыл жасап, адамдарды ақырында күпірлікке апаратын халықтарды, идеологияларды, адамдарды білдіреді. Біз уәделенген мәсіх ретінде таныған Хазіреті Мирза Ғұлам Ахмед алейхиссалам, дәжжал отаршылдық дәуірде, әсіресе Үндістанда көптеген мұсылмандарды айқыштың дініне шоқындырған христиан миссионерлерінің бейнесінде жүзеге асқан деген. Сондықтан да ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Иса айқышты қиратады деп айтқан. Бұл сол дәуірде кең етек жайып құтырған христиандық идеологиялар мен доктриналарды қиратуды, қарусыздандыруды білдіретін метафора мысал. Дәжжалдың тағы бір көрінісі бұл әлемді күпірлік пен Құдайдан безушілікке, атеизмге әкелген европалық философтар. Бұның салдарын біз бүкіл әлемнің тілдігінен көріп отырмыз. Сондықтан дәжжал ғажайып не құбыжық емес, керісінше сайтани айлалар, яғни батыс халықтарының адамдары таратып жатқан, бұрын соңды болмаған әлемді түгелімен жаулап алған жаңа сайтани қулық сұмдықты білдіреді. Оның әсері мұсылмандарға да тиюде. Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам хадистерде айтқан дәжжалдың белгілері тікелей осыны нұсқайды. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәжжалдың оң көзі соқыр болады деген. Бұл сол халықтардың рухани соқырлығын білдіреді. Олардың рухани көз жанары болмайды. Ал дәжжалдың сол көзінің аш көздігі олардың байлық пен дүниеге деген шексіз құмарлығын көрсетеді. Сондай-ақ дәжжалдың алып есегі болатынына, оның ішінде адамдар отыратынына, оның құлақтарының ұзындығы 40 шынтақ, ал оның төбесі бұлттарға дейін жететініне, және ол шөптің орнына отпен қоректенетініне шынымен сенеміз бе? Әрине жоқ. Бұл ұшақтар, паровоздар, алып кемелер секілді заманауи көлік құралдарын дәл сипаттайтын метафора. Ал оларды ойлап тапқан және алғаш қолданған христиан халықтары болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сонымен бірге дәжжал шөлді жерден өтіп, оған қазыналарын шығаруды бұйырады. Сонда оның қазыналары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқандай аралар секілді дәжжалдың соңынан ереді деген. Әрине бұл шөлді жерлердің қойнауынан табылған мұнай кендерінің және оларды батыстың алпауыт елдері бақылауда ұстайтындығының анық сипаттамасы. Сондай-ақ мұнай кен орындарын алғаш рет батыс халықтары игергенін бәріміз білеміз. Басқа сипаттамада дәжжал біреуді өлтіріп, оны қайтадан өмірге қайтара алады делінген. Бұл хирургия саласындағы заманауи медициналық жетістіктерді көрсетеді. Яғни, ота жасалған адам қайта тірілгендей жазылып шығады. Дәжжал тек оған еретін адамдарға тамақ береді. Бұл батыс елдерінің әлемді, әсіресе мұсылман елдерін қалай байлық пен өмір сүру құралдары арқылы басқаратындығының нақты сипаттамасы. Шүбәсіз, дәжжалдың белгілерін көрсететін нақты нұсқаулықтарды ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам берген. Ол, егер сендер дәжжалдан қорғалғыларың келсе, онда Әл-Кахф сүресінің алғашқы 10 аятын, кейін соңғы 10 аятын оқып, естеріңе сақтаңдар деп айтқан. Басқа риуаяттарда дәжжалдан қорғалу үшін сол сүрені толығымен оқыңдар деген. Сонымен, бұл сүре не туралы? Әлгі аяттар нені баяндайды? Оның ішінде христиан халықтары туралы айтылған. Олар бас кезінде діндар болған, бірақ кейіннен пәни дүниеге деген құштарлықтары шегінен азып, олар дүние қоңыздыққа батып кеткен. Сонымен, расымен де бұл апанық шындық. Біздің бұл келтіргеніміз біраз сипаттама, біраз ғана мәліметтер. Ахмади мұсылмандары ғасырдан аса дәжжал туралы пайғамбарлықты терең мағынада түсіндіріп келеді. Бірақ әдетте Ахмади мұсылмандардың дәжжал туралы түсіндірмелері ерсі және дін бұзарлық болып саналған.
Алайда бүгінде мұсылман ғұламалары Ахмади мұсылмандарының әлгі дінбұзарлық саналған түсіндірмелерін баяу болса да қайталай бастағанды. Мысалы, олар Дажжалдың заманауи ғылым және технологиямен байланысы бар, ал оның есегі көлік жүйесінде көрініс тапты деп есептей бастады. Бұл ғұламаларға әлі ұзақ жол жүру керек. Бұл тақырып кейбіреулер үшін маңызды, өйткені мұсылман Дажжалдан қорғалғысы келеді. Сондықтан олар пайғамбарлықтар жайында терең ойланып, Дажжалдың кім екенін білу үшін ақылдарын жұмсау керек. Сөз соңында айтарым, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам Дажжалдың кім екенін мұсылмандардың түсінбей қалуларынан қорқамын деп ескерткен еді.